Омыртқа бағанасы колумна вертебралис деп атаймыз. Омыртқа бағанасы 33-34 омыртқадан түзіледі. Омыртқа бағанасы мойын бөлімінен, мойын омыртқаларынан, вертебра cervicalis, кеуде омыртқаларынан, вертебра thoracica, бел омыртқаларынан, вертебра lumbalis, сегіз көзден, вертебра sacralis және құйымшақтан тұрады. Құйымшақ ос коксикс деп аталады. Мойын омыртқаларының саны 7 болады, кеуде омыртқаларының саны 12, бел омыртқаларының саны 5, сегіз көз омыртқаларының саны 5, құйымшақ 2 немесе 5 болады. Енді жеке омыртқаларға келіп тоқталатын болсақ, әрбір омыртқаның өзінің құрылысы ортақ бір болып келеді. Әр бөлімнің өзінің ерекшеліктері болады. Енді жалпы ортақ құрылымдарына келетін болсақ, бірінші денесі болады, әрбір омыртқаның корпус вертебра, сосын доғасы болады, аркус вертебра, доғасы мен денесінің қосылған жерде түзілетін тесігі болады. Бұл форамен вертебра дейді. Омыртқа тесіктері, 33-34 омыртқаның тесіктері бірігіп өзек түзеді. Ол өзекте жұлын орналасады. Яғни омыртқа бағанасының алғашқы қызметтерінің бірі бұл жұлынды қорғау болып табылады. Келесі доғасынан шығатын өсінділер болады. Жота өсіндісі болады, жұп көлденең өсіндісі болады, жоғарғы және төменгі буын өсінділері болады. Бұл омыртқаларға тән жалпы құрылымдар болып келеді. Енді әрбір омыртқаның жеке ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, бірінші мойын омыртқаларынан бастаймыз. Мойын омыртқалары вертебра cervicalis саны 7 деп айттық. Мойын омыртқаларының ерекшелігі денесі кіші, себебі бұған түсетін салмақтың көлемінің аздығына байланысты. Мойын омыртқаларының ерекшелігі бұлардың көлденең өсінділерінде көлденең тесіктері болуымен ерекшеленеді, және жота өсіндісі екіге айырылған болады ұшында. Сосын мойын омыртқаларының бірінші мойын омыртқасы атлас деп аталады. Бұл басқа омыртқаларға қарағанда ерекше, себебі бұның денесі болмайды. Денесінің орнына алдыңғы доғалары және артқы доғалары болады. Екі доға қосылған жері бүйір жақтарында латеральды массалар болады, бүйір массалары. Бұлардың бүйір массаларының жоғарғы бетінде жоғарғы буындық беті және төменгі буындық беті болады. Жоғарғы буындық беттері бас сүйегінің шүйде сүйегімен қосылса, ал төменгі буындық беті екінші мойын омыртқасымен қосылады. Екінші мойын омыртқасы аксис деп аталады. Екінші мойын омыртқасының ерекшелігі бұның денесінің жоғарғы жағында тісі болады. Тісін денс аксис деп атаймыз. Келесі, алтыншы мойын омыртқасының ерекшелігі көлденең өсінділерінде ұйқы төмпегі жақсы жетілген, яғни ұйқы артериясынан қан кеткен кезде осы ұйқы төмпегіне ұйқы артериясын басып арқылы уақытша қан кетуді тоқтатамыз. Жетінші мойын омыртқасының ерекшелігі бұның жота өсіндісі ұзын, тік бағытталып келеді, тер астынан оңай сипап сезіледі. Келесі кеуде омыртқаларына келетін болсақ, кеуде омыртқалары вертебра thoracica деп аталады, саны 12 болып келеді. Бұлардың ерекшелігін қарайтын болсақ, денесі мойын омыртқаларына қарағанда көлемі жағынан үлкен, сосын жота өсіндісі төмен бағытталған, мына жерге көрсетілген төмен бағытталған. Себебі бұл кеуде омыртқасының көп болуына байланысты алға немесе артқа иіліп кетуден сақтап отырады. Келесі, содан кейін денесі мен доғасының қосылған жерінде қабырғалық ойықтары болады. Себебі бұған келіп 12 жұп қабырғалар келіп бекінеді. Одан кейін бел омыртқаларына келетін болса, бел омыртқалары вертебра lumbalis саны 5 дедік. Денесі өте ауқымды үлкен болып келеді. Себебі бүкіл тұлғаның салмағы бел омыртқаларына келіп түседі. Сосын жота өсіндісі тік бағытталып жалпақ болып келеді. Сегіз көзге келетін болсақ, сегіз көз үш бұрышты 5 омыртқаның бірігуі нәтижесінде түзілген. Пішіні үш бұрышты, жоғарғы жағы негізі деп атаймыз, төменгі жағы ұшы дейміз. Бұның екі беті бар. Бұл жамбастық беті, яғни жамбас қуысына қараған. Келесі мұны дарсалдық беті, яғни арқаға қараған. Жамбастық бетінде біз 4 сызықты көреміз. Бұл 4 сызық, яғни 5 омыртқаның бірігуінің, денелерінің бірігуі нәтижесінде түзілген сызықтар. Осы сызықтардың басталар және бітелер жерінде ішкі тесіктері болады. Осы тесіктердің саны 8, соған байланысты 8 көз деп атаймыз. Келесі, сыртқы дарсалдық бетінде қырқаларын көреміз. Тақ ортаңғы қырқасын, жұп аралық қырқасын, сосын жұп бүйір қырқаларын көреміз. Бұл қырқалар, яғни әрбір омыртқалардағы өсінділердің қосылу нәтижесінде түзілген. Сосын бұның жоғарғы жағында 5-ші бел омыртқасымен қосылған жерінде мүйісі болады. Сосын жоғарғы буын өсінділерімен қосылатын мүйіздері болады.
төменгі жағында құйымшақпен жалғасады. Құйымшақ ос коксигіс деп аталады, 2 немесе 5, әр адамда индивидуалды түрде ерекшеліктері болады, яғни бір адамда 2, біреуде 3 дегендей. Бұл рудименттік мүше, яғни атовизм, құйрықтың қалдығы болып есептелінеді. Енді омыртқалардың арасында қосылыстарға келетін болсақ, әрбір омыртқа бір-біріменен дисктер арқылы байланысады да, сосын байламдары болады. Байламдары бұл денелерінің алдыңғы және артқы жағынан ұзына бойлық байламдар, сосын доғасын қосатын сары байлам болады.